Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ алмалы суфле пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырына қажет заттар: сары май, жұмыртқа, ұн, қант, разрыхлитель. Алдымен сары майға қантты қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін ұнға разрыхлительді қосып, массамызға қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз бірден бірікпейді. Осылай видеодағыдай шашыраңқы болып тұрады. Оны өзіміз қолмен ақырындап біріктіріп жинаймыз. Қамырды тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе кемінде 30-40 минутқа қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Туралған алманы қант пен сары майға қосып, отта қайнағанша ұстаймыз. Бір қайнағаннан кейін астын өшіріп, суытып қоямыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып 2 бөлікке бөлеміз, яғни бір бөлігін кішкентай, екінші бөлігін үлкен қылып аламыз. Сосын оны біріктіріп формамызға орнатамыз. Бортик жасап, біркелкі етіп жаямыз. Мендегі форма диаметрі 26 сантиметр. Қамырымызды формамызға орнатып алғаннан кейін суфлемізді дайындаймыз. Жұмыртқаның ақуызына қантты қосып, жақсылап әппақ қою масса болғанша миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне жаңа дайындап қойған алмадан жасалған салмамызды қосып араластырып, қамырымыздың үстіне салып, қамырдың екінші бөлігін алып, үстіне қолмен үгітіп, әсемдеп 170 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Осы пирогты жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді, дәмі керемет болып шығады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.